Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тез дайындалатын, пісіруді қажет етпейтін эскимо пирожнойларын жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен печеньеларды күтіп аламыз. Печенье немесе торт, немесе пирожныйдың нандарын үгітсеңіздер болады. Одан соң сливки 33%-ді және творожный сырды блендердің көмегімен араластырып аламыз. Және де 2 ас қасық қант ұнтағын қосамыз. Міне, сонымен креміміз дайын болды. Міне, біздің креміміз де дайын болды. Бізге қажет заттар эскимоға арналған формочка, таяқшалар, печенье және крем. Енді осы креммен печеньені жақсылап араластырамыз. Және де консистенциясымен осындай болу қажет. Қазір видеода көрсетемін. Одан соң оны формаларға осылай салып шығамыз жақсылап. Таяқшаларын жақсылап бекітіп саламыз да мұздатқышқа жарты сағатқа қоя тұрамыз. Міне, мұздатқыштан алдым. Енді осыны жайлап аламыз да шоколадтың кез келген түрін алып, жақсылап ерітіп, екі жағына шоколадтарды жақсылап жағып шығамыз. Одан соң өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша посыпкалармен, әртүрлі жемістермен әсемдеп шықсаңыздар болады, қалауларыңыз бойынша. Одан соң тағы да шоколадты қатыру үшін мұздатқышқа 15 минутқа қойып аласыздар. Негізі шоколадты жаққаннан кейін астына силиконның коврикке қойсаңыздар, шоколады жабыспайтын болады. Міне, өте оңай дайындалатын, әрі дәмді, пісіруді қажет етпейтін эскимо пирожнойларымыз да дайын болды. Сіздерге де, балаларыңызға да өте қатты ұнайды, сондықтан да жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.